Короче, достар, бұл менің бірінші влогым болғандықтан қазір дауысы және качествосы говно болуы мүмкін, мән бермейміз. Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерсұлтан, және де бүгінгі видеода менде бірінші влог, және де менің түрімді көріп отырсыздар. Мен алдыңғы жолы Майнкрафттан түсіріп жүрдім, білесіздер, бүкіл менің подписчигім біледі, қазір көріп отырғандар да біледі, наверное. Және енді менің түрімді көретінім болды, және короче, мен ютубтан кетіп қалған болатынмын. Иә, бір себептермен ютубтан кетіп қалған болатынмын. Ал енді мен алдыңғы жылы кешемі вроде да видео салдым, ютубқа оралмаймын, бірақ влог түсіремін деп. Бүкіл орал деді. Тек қана бір адам. Мен оны танимын, Тәник деген балам. Оралма деді, но енді бүкіл жазып отқан соң оралдым мен. Өзімде де желание болды. Енді сендерге осылай влог түсіретін боламын. Сендер өздеріңнің лайктарын басыңдар, анаға тіркеліңдер. Енді осы влогты дамытамыз. Менімен бірге, короче, Рауан бар. Рауан танисыңдар деген ойдамын. Короче, енді влог дамытамыз. Менде қазір, короче, онлайн сабақ. Мен онлайн сабаққа қатысамын. Бүгін көрсетемін ау сендерге. Онлайн сабаққа қатысамын. Кеттік. Короче, менде сабақ болып отыр, менде онлайн сабақ, мен кітап оқып отырмын. Оқығым келмей отыр негізі. Кім 7-ші сынып түсінеді, 36-шы тақырыпқа келгендер, короче, жүйе деген тақырыпқа келдік біз. Енді соны оқып отырмын. Жүйке ұлпалары деген заттарды оқу керек, нейрондар дегенді. Вообще осы биологияны тітіркенемін оқысамшы. Не мынау? Қарайсыздар. Не мынау? Фуй, ё-моё. Мынау не? Короче, мен осыны оқып бітемін, сосын білмеймін не істеймін. Түсіремін ғой сендерге, короче. Мен жұмысқа пісірейін деп жатырмын. Как мне звучало. Мен жұмысқа пісірейін деп жатырмын. Ой. Короче, мен өшіре тұрамын, әйтпесе бір қолмен ыңғайсыз болып отыр. Короче, мен жұмысқа орайын деп жатырмын. Майды құйып қойдым. Жұмыртқалар тұр. Типа мына жақтарға мән бермей ақ қойыңыздар енді. Жұмыртқалар тұр, қазір қуыратын боламын мына сковородкаға. Ой, камера, короче, ауысып кетті, бір нәрсе болды. Сковородкаға мән бермей ақ қойыңыздар. Мына қазір кетемін. Короче, мен қазір пісіріп, шәйнекте қойып қойдым. Шәйнекті ішіне су қойып қойдым. Жап-жарық болып тұр. Жап-жарық болып тұр. Типа, мен, короче, істеп қойдым бүкіл. Енді пісірем. Короче, мен жұмыртқаны пісіріп жатырмын. Салып қойдым. 4 жұмыртқа. 4-еуі де өзіме емес. Мен қазір істеуім керек. 4-еуі де өзіме емес. 2-еуі неме, 2-еуі өзіме. Камерамен мынандай бұрылып кете береді, что-то ше. Шайды алып қой. Короче, мен пісіріп болайын. Ары қарай не істейтінін көрсетемін. Типа мен өмірім, күнделікті өмірім қызықты өтеді деп айта алмаймын. Бүгін суббота. Бүгін суббота. Сол субботадан бізде онлайн сабақ болады. Қалған күндері, короче, бізде не болады? Не еді? Сабақ болады да, мектепке барып кәдімгідей. Сөйтіп қойдым, не? Красавчик. Типа, қазір видео әппақ болып кетуі мүмкін. Мынаяқтан түсіп тұрған күннің кесірінен. Оған ренжімеңіздер. Мен, короче, пісіріп жеп алайын. Камера мынадай болшы. Бұрылып кете береді ау. Мен қосып қойыншы. Енді все равно бұрылады. Реально. Ладно, мен, короче, достар, мен жап-жарық кетті. Мен, короче, не істейін деп жатырмын. Мен сабағым бітті почти. Енді мен кім білмейді.
кім білмеді, енді біліп жүрсін. Мен өз басым намаз оқимын. Енді сол бесін намазын оқиын деп жатамын, дәрет алып, короче. Ал мен өзім намазын оқимын. Короче, достар, тоқтамен вроде нормально. Короче, достар, мен осымен өзімнің влогымды аяқтаймын. Себебі мен күнім ондай қатты история қызықты бола бермейді. Бір қалыпты сабақ. Күнде онлайн сабақ емес менде. Күнде намазымды оқимын. Солай менің күнім өтеді. Түскі асымды ішемін. Короче, солай өмірім өтеді деп қойған, бір күнім өтеді. Бір күн. Енді сіздерге видео ұнаса лайк бассаңыз, лайкты ұмытпаңдар. Арнаға тіркеліп, комментарий жазаңыз. Влог ұнады ма, ұнамады ма жазып кетіңдер. Осылай влогтар шығарып тұрамын, маған бәрібір түсіре беремін, хейт болсын, не болсын түсіре беремін. Ал сендердің білген Ромам, яғни Ерсұлтан, ұмытып кеттім мен. Ерома енді менен басқа Ерома шығады, наверное. Бірақ мен енді Ерома емеспін. Ал давайте.